Сәлем құрметтілерім, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Енді осы уақытқа дейін біз 2025-24 бүкіл ішімізде ізденіп кеттік. Бәріміз алай-дүлей, әртүрлі ішкі соғыстар болды. Іздену барысында біз өте көп нәрселерден өттік, өте көп нәрселерді сезімдерімізді, эмоцияларымызды өзінің орнына, полкысына қойдық, өзімізді іздедік, жан-жақтылы оқыдық, білім алдық. Ол білімдерді түсіндік, ақырында ұғыну келді. Сөйтіп өзімізбен бетпе-бет келіп, бүкіл осы кармалар өтеліп, осындай кездер өтіп кетті. Бәрімізден аласапыран. Осы кездерде өтті. Енді осы 2025-13 айдан бастап алтын ғасырдың есігі ашылды. 13 айдың 10-ы. Енді адамдарда бір керемет, тұрақты күйге қарай өтіп жатыр. Рухани ояну, бүкіл барлық ақ пен қараның шайқасы, жанның дынуға түсуі, барлығы бұл іштегі соғыс. Сыртта ешқандай соғыс жоқ. Өйткені мына шексіз әлем, ғалам, бүкіл біз барлығымыз біріміз. Ешқандай ақ-қара, жаман, жақсы деген нәрсе жоқ. Біреуді боқтасаң, сен өзіңді боқтағаның. Біреуді жек көрсең, өзіңді жек көргенің. Балаң дұрыссаң, өзің дұрысқаның. Мен сенмін, сен менсің, бәріміз біргеміз. Сол үшін адамдардың барлығы осы уақытқа дейін өзімен өзі соғысып келді. Енді сол соғыстар тоқтап жатыр. Енді 2026 қандай жыл болады? Сен ішкі күйіңде қандайсың? Сен дәл қазір 2026-ны қалай деп елестетесің, қалай деп ойлайсың сен үшін? Тура сондай жыл болады. Сен үшін 2026 өте керемет жыл болатын болса, әрине, солай болады. Міндетті түрде. Сенің бұрынғы өткенің, не істегенің, не қылғаның маңызды емес. Ештеңе маңызды емес. Кім болғаның. Бәрі маңызды емес. Дәл қазіргі сәт, осы сәт, дәл қазіргі кезеңде сенің ішіңде не бар? Сен қалай ойлайсың, қандай көзқараста қарайсың? 2026 сен үшін қандай жыл болып саналады? Қорқыныш әкелетін болса, онда қорқынышты жыл болып саналады. Ал сен үшін 2026 өте қуанышты, шаттықты, бақытты, байлықты, керемет, өте тыныш, бейбіт жыл, керемет жыл десең, онда солай жыл болады. 2026 сен үшін қайғылы жыл десең, онда ол қайғылы жылға айналады. Барлығы сен. Бүкіл әлемде сенен басқа ешкім жоқ. Дейтіні де сол. Сол себепті көзіңізді жұмыңыз, терең тыныс алыңыз, денеңіздің барлығын естіңіз, сезініп шығыңыз, денеңізді босатыңыз. Сізде қандай 2026 деген кезде сізге қандай ой келеді? Онда жаман ой келіп тұрса, онда сезімдеріңізді ауыстырыңыз. Ол сіздің таңдауыңыз, сіздің шешіміңіз. 2026 жылы өміріңде қандай болатынын елестет. Себебі біз жаңа матрица, жаңа өлшемге кірдік. Бұл жылдың сен үшін қандай болатынын ешқандай ілім, әулие, тәуіп, көріпкел болжай алмайды. Ғаламда бұл бірінші рет болып тұр. Енді тек өзің шешесің. Дәл қазір ішкі күйің, вибрацияң, жиілігің қандай, сен үшін қандай жыл болатыны сияқты. Міне 2026 жыл тура сондай болады. Мен үшін өте керемет жыл.
еркін, бақытты, тыныштықта, гармонияда, молшылықта жыл болады. Алтын ғасыр келді. Қой үстінде бос тұрған жұмыртқалайтын заманда өмір сүремін. 2026 мен үшін бүкіл әлемді саяхаттау, қыдыру, өзімді тану, рухани білімдер, жүрегімді ашу, барлығын өзімдеп көру, көз аяғымның кеңеюі, түрлі менің қасиеттерім, қабілеттерім ояну, сондай жылға толы болады. Барлығы жақсы, оңынан, бүкіл мен өзім жаңа тағдырымды қалай жазам, тура сондай жыл болады мен үшін. Сол үшін барлықтарыңызда, егер сіздің ойыңызда 2026 жыл қандай десеңіз, сізге соғысқа толы, қорқынышқа толы жылдар елестейтін болса, онда ауыстырыңыз. Энергияңызды ауыстырыңыз, көзқарасыңызды ауыстырыңыз, дүние танымыңызды өзгертіңіз, ауыстырыңыз. Энергияңызды ауыстырыңыз, мінезіңізді ауыстырыңыз, бәрін ауыстырыңыз. Жұмыс жасаңыз, шексіз молшылық сабағына келіңіз. Бірге дамимыз, бірге 2026 жылға арман мақсатымызды жазамыз. Шын сезінуді, қуануды, бес сезім мүшемізді қосуды, шексіз молшылыққа жалғануды үйретем және жол көрсетем. Сол үшін мен сізді шексіз молшылық атты сабағыма шақырамын. Менің нөмерім 8747 671 12 91. Алтынгүл деп шығады. WhatsAppқа жазыңыз.